Достар, білетін шығарсыңдар, қаншалықты жас қыздар, жігіттер зорлық зомбылық онымен қатар сексуалдық, жыныстық зорлықты көрген жастар маған жазады. Олар кімнен көмек сұрау, кімге жазатынын білмейді. Және оны бәрін оқып тұрып, мен Свет деген ұйымына онымен Мөлдір көмегіне жүгінуді шештім. Мөлдір, сол ұйым жайында айтсаңыз? Мен сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдарға көмектесіп жүргеніме 5 жылдан асты. Оның ішінде 4 жыл Свет қоғамдық қорында. Менің тәжірибемде бір байқағаным, осы сексуалдық зорлық-зомбылыққа ұшыраған адамдардың басым көпшілігі бала кезінде өз туысынан немесе танитын, танымайтын бөгде адамдардан сексуалдық мақсатта жасалынған зорлық-зомбылық оқиғалары. Осы оқиғалардың нағыз санын ашу үшін және де осы жағдайда не істеу керектігін көрсету арқылы мен кітап жазуды шештім. Осы кітап жазу үшін маған оқиғалар қажет, соларды жинастырудамын. Сіз сол сұрайтын адамдардан оларға қолдау көрсетесіз да? Әрине, осы 5 жылда жинаған тәжірибемді пайдалана отырып, әлеуметтік кеңесші ретінде көмегімді көрсетемін, моральдық тұрғыда, және де кеңес беру арқылы басқа да мамандарға бағыттау арқылы пайдалы кеңестерімді беремін. Және де бұл оқиғалар анонимді түрде өтеді, сұрақнама арқылы. Мен осы посттың астында Мөлдірдің сілтемесін, страничканың бәрін белгілеймін. Сол үшін ұялмаңыз, қысылмаңыз, сізге көмек ретінде. Сізге болмаса достарыңыз да білген адамдарға көмек керек болса, осы репост жасап, Свет қорына жазыңыз.